Сәлем, достар. Бүгін сіздермен көп адамды мазалайтын екі мәселе туралы сөйлесеміз. Қолдағы жарықтар және дерматит. Қыстың суығында, үй шаруасында, тіпті стресс пен дұрыс тамақтанбаудың салдарынан да қол терісі жиі жарылып, ауырып күйіп кетеді. Бұл видеода үйде оңай жасалатын ем тәсілдерін, табиғи жақпар рецептін, дерматиттің белгілерін жеңілдететін әдістерді және қызықты ғылыми фактілерді де айтамын. Қолдағы жарықтар тек құрғақ ауадан немесе химиялық заттан бола бермейді. Міне жиі кездесетін 5 себеп. 1. Ылғал жетіспеуі, күнделікті су аз ішу. 2. Жуғыш заттар, ыдыс жуу, кір жуу, тұрмыстық химия. 3. Температураның ауысуы, жылу, су, жел. 4. Дұрыс күтімнің болмауы, крем қолданбау. 5. Витамин жетіспеуі, А, Е, омега майлары аз. Қол терісі тез қартаяды, сондықтан оған күтім қажет. Ең қарапайым, бірақ өте тиімді әдіс, тұзды ванна. Қалай жасалады? 1 литр жылы суға 2 ас қасық тұз қосамыз. Тұз толық ерігенше араластырамыз. Қолды 10 минут осы суда ұстаймыз. Бұл неге көмектеседі? Тұз теріге залалсыздандыру әсерін береді. Жараны жұмсартады. Қабынуды жеңілдетеді. Маңызды, ваннадан кейін қолды жумаңыз. Тек сүлгімен ақырын құрғатыңыз. Енді ең қызықты бөлігі жасартатын жақпа. Құрамы: 1 жұмыртқа сарысы, 1 ас қасық бал, 1 ас қасық өсімдік майы, зәйтүн, күнбағыс бәрі жарайды. Дайындау жолы: барлығын бір ыдысқа араластырамыз. Сосын тұзды ваннадан кейін қолымызға жағып 20-30 минут ұстаймыз. Күнде жасасаңыз, 3-4 күнде жарықтар айтарлықтай азайып тері жұмсарады. Қызықты факт: бал ең мықты табиғи антисептик. Ғалымдар оның жараны 40-50 жылдам жазатынын дәлелдеген. Жұмыртқа сарысындағы лецитин теріге қорғаныс қабаты секілді әсер етеді, сондықтан бұл жақпа тек ем емес, жасарту құралы да. Жарық қайта шықпас үшін мына 4 ережені орындасаңыз жеткілікті. 1. Үй шаруасында қолғап кию. 2 күніне 2 рет қоректі крем жағу. 3. Кемінде 1-5 литр су ішу. 4. А, Е витаминдері бар тағам жеу. Сәбіз, жұмыртқа, жаңғақ, зәйтүн майы. Бұл қарапайым әдеттер жарықтың қайталануын тоқтатады. Дерматит терінің қабынуы. Белгілері: қызару, қышу, құрғақтық, кейде ісіну. Бұл видеода біз жеңіл симптомды халықтық әдістермен жұмсарту жайлы айтамыз. Ауыр формада міндетті түрде дәрігер емдеген дұрыс. Бұл қоспа теріні жұмсартып микробты азайтады. Қалай жасалады? Глицерин, спирт, сутегі тотығы. Үшеуін тең мөлшерде араластырамыз. Теріге жағамыз. Аздап ашуы мүмкін, бұл қалыпты. Селдерей қабынуды азайтатын өте күшті көкөніс. Қолдану: үгітіп шырынын сығамыз. Күніне 2-3 рет, тамақтан 30 минут бұрын 1-2 шай қасық ішеміз. Бұл әдіс іштен әсер етіп теріні тыныштандырады. Селдерейдегі табиғи антиоксиданттар терідегі қызару мен қышуды төмендетеді. Бүгін біз қолдағы жарықтар мен дерматитке арналған бірнеше қарапайым, табиғи, қолжетімді тәсілдермен таныстық. Тұзды ванна, жасартатын жақпа, глицеринді қоспа, селдерей шырыны. Естеріңізде болсын: халық емі қосымша көмек. Қатты қызару, ісіну немесе ірің болса, міндетті түрде дәрігерге қаралу керек. Егер видеоны пайдалы деп тапсаңыз, лайк басып парақшаға жазылуды ұмытпаңыз. Тағы да табиғи ем, денсаулық және күтім туралы видеолар күтіңіз.